отқан қазір көріп отқан көрермен де мен де жігіттер де бүкіл адам да балауса ханым да тіпті солай ойлап отыр да. Енді сен отсылка кәдімгідей әділетке кетіп тұр. Иә, сен менің артымнан жүгіре бер, бірақ сол қалпыңнан тайма. Мен по-любому Тауыржанды бір күннің болмаса бір күні қайтарам, бірақ сен осыңнан тайып кетпе деп тұрсың да енді. Енді Айгүл, онда сенің қазір айтқан сөзің мен іс-әрекетің онда былай болу керек еді. Онда сен артыңнан әдеттің жүгіріп келгенін көрдің, сол кезде онда айтуың керек еді. Мен әдеттің қадамын күтемін. Мен ешқандай жігіт қабылдамаймын. Сол кезде мен әдеттің нақты сезімім жеткен кезде әдетке, мен сол кезде ол жігітті бағалап, сонымен бірге осы жерде боламын десең, қазір бір жарасатын беді Айгүл енді. Жоқ, бұл жерге әділеттің не қатысы бар? Мен әділет туралы әңгіме айтқан жоқпын. Мен аузыма келгенде әділет сияқты деген сияқты әңгіме болса айтуға болатын еді. Просто мен сендердің өздерінің еркектік мыстарын ұстап, просто отношенияларын үшін до конца барыңдар деген әңгіме болды, и все. Жоқ, Айгүл, енді қарашы, сен екі жігіттің басын ұстаймын деп миың ашып қалған ба, или мен қалай айтсам болады енді? Просто қатты айтқым келмейді, Айгүл, мен саған. Просто сен егерде конкретно бір жігітпен отырсаң ортада, осы басқа үміткермен таныспай, сол жігітті до конца апарып отырсаң осы жерде, мен әңгіме айтпайтын едім саған. И мен қазір ондай айтпаймын да, потому что мен өзім де көп қызбен танысқам деген сияқты да. Я білемін ғой, сен қалай танысатын. Сатөлет, сені де прекрасно білеміз ғой, сен де сондай жігіттердің қатарынансың. Ненді тастап жүре беретін деген сияқты, сосын әңгіме шықсан аяқтан өтіріктен сөз саласың, өтіріктен танысқа ұсыныс жасай саласың, чтобы құтылып кету үшін біраз нәрселерден деген сияқты сен әңгіме айтпай. Жоқ, енді әңгімеден қашпаймын ғой мен, Айгүл. Мен жаңағыда Дәулеттің айтқанына қосылам. Я мен сезімім болса, мен сол моментте сезім болып тұрса, тұрамда орнынан айтатын едім. Просто Айгүл, қазір енді өзіңнің бүйтіп артың жабылмай атқаннан кейін, сен де сондай жігіттердің қатарынансың деу, кибер атака керек емес енді. Қыздар, жігіттер, ары қарай талқылап қажеті жоқ сияқты. Созылып кетті әңгімелеріңіз жандос ортада. Гүл шоқтары Дәулеттен. Енді мұнда айтқым келеді, Нұрдана, келген қадамыңды бағалайым. Мына жақтағы әңгімелерге қатты сене берме, ең бастысы маған сен деп айттым. Жарайсыз, Дәулет. Рахмет. Дәулет, таныстық жалғаса ма? Жалғасады әрине. Әрине жалғасады, иә. Айтарыңыз бар ма, Нұрдана? Бір нәрсе айтамын деп қалғандай. Негізі жалпы енді Жансая мен Айгерім деген ханымдардың әңгімесін айта бергендерін қалмаймын енді дальше. Потому что екеуміз танысып жатық деген сияқты қайта-қайта араластыра береді да бір теманы. И негізі ол екі кісіні де мен жаман деп тұрған жоқпын, жақсы кісілер, постоянно көріп отырамын деген сияқты ғой. Сол араластырмасын дегім келеді, иә. Түсіндік. Рахмет келгеніңізге, сізді шығарып салайық, иә. Мына жақ. Жақсы кездесулер күтеміз сіздерден. Кот мені қазір шығам. Мәссаған. Жақсы. Біз құрметті көрермен әрі қарай жалғастырайық және де шымылдықты жабамыз. 19-да. 19-дасыз. Биыл 20 толамын уже. Қай жақтың тумасыз? Алматы облысы. Неге Ернар? Ернардың эфирде ұстауы өзін өзі спокойно, еще бұрын қара қатынасы болды ғой, Қарлығаш деген қызбен. Сол кезде қызды прям сыйлағаны ұнады. Сұрақтарыңыз? Айгерім? Естіп тұрмын. Айгерім, Айгерім. Саламатсыз, Айгерім. Сәлеметсіз бе? Ең алдымен мені таңдап келгеніңізге үлкен рахмет. Қадамымызға гүл бітсін дегім келеді. Алматы облысынан ба? Иә, Алматы облысы. Қай жағынан? Мен де просто облыстамын ғой өзім. Илийский район. Илийский район. Иә. Болды. Жақындау екен. Біз жаққа қарай 19-да, Қай жақтансыз? Біз сол Алматы облысы, Есік пен Талғардың ортасы.
19-дасыз ба негізі? Биыл 20-ға толам. 20-ға толасыз, иә? Қазір таңда түсінген бойынша жоғары оқу орнында оқисыз, иә? Иә, сырттай оқимын. Аха, сырттай оқисыз. Қандай мамандыққа? Журналистика. Сәл дауысыңыз естілмедір. Журналистика. Журналистика, ой керемет. Журналистика жақсы. Үйде қанша ағайындысыздар негізі? Үйде 5 ағайынды, мен ең кішісімін. Кенжесі. Кенжесі, еркесі, иә? Иә. Бәрекелді. Жалпы өзіңіз негізі бұрын соңында ара қатынаста болғансыз ба? Үйленуге дейін болған жоқ. Просто былай енді жас болған кейін сөйлесіп көру деген секілді болды, бірақ прям қатты серьезно болмады десем де болады. Серьезно отношение болмады, Иә. Аха, түсінікті. Жалпы мен талаптарым бірінде айта кетем, негізі мен жалпы үйдің үлкен болсам да бастапқы 1-2 жылдай ата-анаммен тұрғым келеді негізі. Оған көзқарас қалай жалпы? Мен негізі андай үлкен отбасыда тұрғанды қалаймын. Ата-енемен барынша андай көмектеседі ғой көбінесе. Өзім типа қазір енді тек ата-анамен тұрамын ғой тоже, бірақ көбіне әжемнің, атамның қолында өскен ұнайтын. Сол үшін ер азаматтың да тоже ата-анасымен бірге тұрған негізі маған да лучше болар еді. Өте. Жақсы. Қызғаншақсыз ба жалпы? Қатты. Охо, қатты дейді. Енді аяулы отбасын бір сұрағынан қойса дегім келеді. Әсем. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Атыңыз кім еді? Әйгерім. Әйгерім, қош келдіңіз. Өте әдемі қыз екенсіз. Рахмет. Енді өзіңіз ата-енемен бірге тұруға қарсы емеспін деп жатырсыз ғой? Сол асханаға қалайсыз негізі? Негізі Асхана. жақсы. Пловтан басқасын бәрін істей аламын. Күшті. Ас үйге десеңізші, ас үйге. Ас үйге қалайсыз деп сұрайын деген ғой. Иә, оразға бірінші ас үйдің атын дұрыстап жаттап екен деген тілек қой енді. Мынандай ғой, негізі бұл жігіттер қауымы көбінесе қызғанбаса да бір жерге міндеттемесе де ештеңені сәл ойлап айтқан нәрселерін қыздар абьюз деп түсініп қалатыны бар да кейде ше. Мысалға сізге сәл отношениеде запрет сияқты болып көрініп не істесе, сізге мынандай жерге барма, бұлай киінбе десе, сіз қалай қабылдайтын едіңіз ер азаматтан? Егер жігітті прям ұнатып тұрсам, көңілім бар болып тұрса, негізі қарсы емеспін. Сіз ұнататын жігіт сізге қандай әрекет жасау керек? Сізге ұнау үшін? Маған ұнау үшін? Білмеймін, андай адамды өзі бір көрген кезде андай чувство болады адам ішінде ше. Оны мен айта алмаймын нақты. Мысалы, мен қазір айтуым мүмкін, маған нандай ол ұнайды деп ше. Но может мен жүрегімде бір сезім пайда болса, может маған ұнамайтын, талғама мүлдем сай келмейтін ол ұнап кетуі де мүмкін. Мен ондай нақты айта алмаймын сол үшін. Әйгерім, қош келдіңіз. Рахмет. Әйгерім, біздің Ернар асаба жігіт өзі. Тойларда жүреді, жанында мысалы қыздар көп болады, билейтін қыздар деген сияқты, биші қыздар. Соған ертең күн қызғанып қалмайсыз ба? Қызғаншақсыз ба? Айттым ғой жаңа қызғаншақ, мен өзімде негізі бишімін. Ал бір Ернарға бір қоятын нақты талаптарыңыз бар ма? Егер бәрі ертең күн жалғасып жатса, мысалы, сен өзіңді былай ұстауың керексің, былай ұстауың керексің, мынандай қыздармен сөйлеспе деген сияқты. Сөйлеспе дегенде енді қалай айтсам екен? Рамкалар болады ғой, мен өткенде айтып кеттім, енді Нұржан рамка деген кезде мен айттым, екі аяқты бір етікке тығу деген сияқты, біздің тілмен айтқанда. Жоқ, ондай емес. Ең бастысы ұнатып тұрса, сыйласа, ата-анамды сыйласа, артық ондай бір ешқандай талап жоқ. Баласа ханым. Иә, қош келдіңіз, Әйгерім. Иә, Айдана сұрақ қоямын дейді. Қайырлы күн. Қош келдіңіз, Әйгерім. Енді Ернардың бір талабы бар еді, маған қысқа киетін қыздар ұнамайды дейді. Негізі ұнайды, бірақ өзінің қасындағы қыздардың қысқа киген ұнамайтын сияқты, соған өзіңіздің көзқарасыңыз қалай? Жалпы мен байқаймын ғой, Ернар қыздың сырт келбетіне, ухоженный қыздарды жақсы көретін байқалады да енді. Бірақ маған ұнамайды деп айтады ғой енді ұлдар.
сондай типтағы жігіт та. Қысқа киген, мен қысқа кигенге ма? Иә, сіз қысқа кигенге көзқарасыңыз қалай? Қысқа киесіз ба жалпы? Негізі кием, бірақ қатты прям қысқа да емес, потому что өзім де ыңғайсыз сезінемін. Оның үстіне ата-анамыз ондай қысқа киімге көп разрешение бере бермейді. Мысалы, қоя беріңіз, жалғастыр. жоқ, жалпы мысалы ер адам сіздің киімдеріңізге жаңағыдай бір мынаны Тыйым киме салып, деген иә. сияқты бір өзінің талаптарын қойса оған деген шарттарына көзқарасыңыз жақсы ма? Айттым ғой, егер ұлды ұнатып тұрсам, любой сөзіне иә деп айтамын. Ұнатып тұрса, иә деп айтады Айдана. Қош келдіңіз, Айгерім. Рахмет. Өте керемет қыз келіп отыр негізі. Жалпы жаңа айтып жатсыз ғой, отбасыңызда сіз қаншасыншы қызсыз? Ең кішкентай. Ең кішкентай. Негізі үйдегілеріңіз біле ма? Иә, біледі. Жалпы енді 19-дасыз ғой енді, жассыз ғой енді әлі. Жалпы қанша уақытта тұрмысқа шығуға дайынсыз нақты? Осы 1 жылдықтың ішінде. 1 жылдықтың ішінде. Бірақ үйдегілеріңіз бәрі Ернарды бәрін біледі ғой негізі. Батасын беріп кетті ме дегенім ғой енді. Мамам Ернарды былай ұнатады, эфирде көреді ғой. Болды, оны мамасы ұнатып тұр ғой жаным әшейін. Нұржан? Дұрыс, Айгерім қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Өте қатты қызғаншақпын деп жатсыз ғой. Енді біздің Ернардың қыздарды көрген кезде бір комплимент бар. Мына қыз бұл өмірге бүйкүнә екен, мына қыз пәкиза екен деп айтып қалатындары бар да. Енді қатты қызғаншақ болсаңыз, мынандай комплименттерді тоқтат деп айтасыз ба, әлде жалғастыра бергенін қалайсыз ба, қалай өзіңіздің ойыңыз? Если серьезно отношение болса, ол кезде иә айтамын. Потому что тек көзім мені ғана көру керек ол кезде, басқан емес. Жоқ, менде енді таныстық басталса мен былай далақтап әркімге бір ондай айта бермеймін жалпы. Сөйтіп ойлаймын өзімді. Бұлай негізі комплимент айтқан жақсы ғой. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін шымылдық ашыла ма, жоқ па, бірге білеміз.